Алла жолында болудың белгілері білгіңіз келе ме? Онда менің парақшама тіркеліп алыңыз, мені жоғалтып алмау үшін. Немесе комментарийға плюс белгісін қалдыра кетіңіз. Лайк басуды ұмытпаңыз. Бірінші, ниетің Алла үшін. Істі мақтан үшін емес, пайда үшін емес, Алланың разылығы үшін жасау керек. Ниетің түзелсе, амалдарың түзеледі. Екінші, халалға ұмтылу. Алла жолындағы адам адал табысқа мән береді, біреудің ақысын жемейді, өтірікпен күн көрмейді. Үшінші, сабыр мен шүкір. Алла жолы сынақсыз болмайды. Қиындықта сабыр, жақсылықта шүкір ету керек. Осы екеуі бар жерде адам адаспайды. Енді рухани баю, табыс туралы тегін сабақ көргіңіз келсе, онда менің жекеме тегін сабақ деп жаза кетіңіз, немесе өзіңіздің WhatsApp телефоныңызда қалдырсаңыз болады.